Ұлықпан хакім мен залым патша. Зұлым патша Ұлықпанның даңқын көре алмайды. Іштарлығы шыдатпай, сынықты сылтау қылып, оны зынданға тастатады. Ақылды болса, осы зынданнан аман шықсын дейді. Зынданның аузын көміп, үстіне егін ектіреді. Зынданға көмерде Ұлықпанды сыйлайтын бір нөкер оның қойнына бір дорба құрманы салып жібереді. Зынданда жарты жыл соны азық қылады. Бірде патша ас жеп отырғанда тамағына құрманың дәні тұрып қалады. Көлденең кептелген дәнді ешбір дәрігер ала алмайды. Барлық емші тауыпты жинап алып, егер ем таппайтын болсаңдар, бәріңді дарға асамын, дейді қаһарланып. Сонда бір қария тұрып, Ұлықпан деген данышпан бар, әміріңізбен зынданға көмілген жарты жыл болды. Өліп қалмаса, мұның емін сол білер, деді. Патша дереу зынданды аштыртып, әлсіреп жатқан Ұлықпанды шығарды. Ол әлденген соң кіріптар патша ауруына ем сұрады. Бел балаңызды бауыздап, жүрегін пісіріп жеңіз, сонда жазыласыз, болмаса ажалыңыз осы дәнектен, деді. Патша шошып кетті. Ақыры уәзірлері үгіттеп көндірді. Ұлықпан оның баласын байлап сарайға алдыртты. Патша баласын өлімге қимай жылай берді. Хакім оған: жүрегіңіз шыдамас, баланы тасалып перденің арғы жағына бауыздайын, деді. Ұлықпан перденің артына білдірмей бір қой әкеп жасырды. Сосын: әй жігіт, саған ажал, маған бұйрық келді, әкең үшін құрбансың, деп баланы емес, жандағы қойдың өнешін пышақпен орып жіберді. Қой қор ете қалғанда патша жан жүрегі бүлкілдеп, тұла бойы селкілдеп, бар даусымен шыңғырып жіберді. Сол кезде іріндеп тұрған тамағы бұрш етіп жарылып, құрма сүйегін аузынан атып жіберді. Өзі де есінен танды. Сәлден соң жиып есін, баласы алдында отыр. Ұлықпан, балаң аман, деді. Патша оған риза болып, сый құрмет көрсетті. Қоштасарда: мен саған дұшпандық қылдым, сен болсаң мені ажалдан алып қалдың, қалайша кек алмадың, деді патша. Сонда Ұлықпан: хакім, жақсыдан кек болмайды, кек болса тек болмайды. Кімнің кеудесінде кек болса, соның жүрегінде хақтың нұры дарымайды, деген. Ақылды адам дұшпаннан дос жасайды, достан бауыр жасайды, бауырдан тәуір жасайды. Зынданға салдың деп кектеспеймін, құдайсыз құрай сынбайды. Бірде сапарлас серігіме бөтен ауылдың балалары қиянат қылды. Соның ақысын әперем деп жалған дау көтеріп құн төлеттім. Бұл азабым сол өтіріктің жазасы. Әділ Құдай себепсіз басқа іс салмайды, депті.